Бүгін мен қорқынышты фэнтези фильмі Франкенштейн туралы айтып беремін. Спойлерлер алда, абай болыңыздар және сақ болыңыздар. Фильм 1857 жылы басталады. Солтүстік полюске бет алған дат әскери теңіз кемесі мұзға қатып қалады. Капитан Андерсонның бұйрығымен ашуланған және шаршаған теңізшілер түнде кемені мұздан босатуға тырысады. Олар қашықтықтан жарылыс дауысын естиді, сондықтан экспедиция оның көзін табу үшін шығады. Олар қанға боялған қарды көреді, бірақ ит шаналарын таппайды. Көп ұзамай олар жаралы адамды табады, және ол протезді аяқ киіп тұрғанын біледі. Сол сәтте олар қашықтықтан қорқынышты арылдаған дауысты естиді және үлкен көлеңкені көреді. Келесі көріністе экипаж жаралы адамды кемеге көтереді, ал алып қобыжық оларға жақындап келеді. Экипаж оған оқ атады, бірақ ол әрең әсер етеді. Қобыжық жолындағы 6 адамды өлтіреді. Ол кемеге мініп, капитаннан жаралы адамды, оның аты Виктор, беруді талап етеді. Капитан бас тартады. Қобыжық қайта-қайта оққа ұшып, құлап түседі. Кейін капитан мұзға оқ атып, қобыжықты суға батырады. Кейінірек капитан Андерсон Викторға өзін таныстырып, оның адамдарын өлтірген қобыжық туралы сұрайды. Ол қобыжық өлді деп сендіреді. Қатты шошыған Виктор қобыжық өлмеді, және олар оны тапсырмаса, көп адамды өлтіретінін айтады. Таңғалған капитан мұндай қобыжықты кім жасаған? деп сұрайды. Сонда Виктор таңғаларлықтай оны өзі жасағанын мойындайды. Ол өзінің аты Виктор Франкенштейн екенін айтып, өз тарихын баяндай бастайды. Бәрі менің алғашқы күтушімді көрген кезімнен басталды. Сахна Виктордың балалық шағына ауысады. Әкесі атақты хирург, анасына байлық пен асыл тегі үшін, ыңғайлылық үшін үйленген. Әке өмірінде дерлік жоқ, сондықтан Виктор көп уақытын анасымен өткізеді, оны өмірдегі ең жақын адамы деп санайды. Әкесі оларды жек көреді сияқты. Ол Викторға медициналық сабақтар береді, оны өзі сияқты дәрігер ету үшін. Егер бала дұрыс жауап бере алмаса, әкесі оны қатты ұрады. Бір күні әкесі кетуге дайындалып жатқанда, жүкті ана босанады. Виктор әкесінен көмек сұрайды. Әке босануға асығады, ана сау ұл туады, бірақ соңында өзі өледі. Бұл Викторды қатты күйзелтеді, өйткені анасы оның бүкіл әлемі еді. Одан да жаманы, әкесі жаңа баланы, Уильямды, жақсы көріп, оны махаббатпен тәрбиелейді. Анасының өлімінен қатты әсерленген Виктор бір күні өлімді жеңетінін және әкесінен әлдеқайда білімді болатынын шешеді. Кейінірек Франкенштейндер отбасының жағдайы нашарлап, бар мүлкінен айырылады, тек бір ғана мүлік қалады. Виктордың әкесі де қайтыс болады. Уильям Венаға жіберіледі, ал Виктор Лондонға, сосын Эдинбургке барады, онда академиялық әлемнің тар шеңберін кеңейтуге тырысады. Сахна 1855 жылға ауысады. Виктор корольдік медицина колледжінің тәртіптік сотының алдында тұр. Ол адамдар туылуды басқара алмаса да бір күні өлімді басқара алатынын айтады. Ол дүкен иесінің денесін көрсетеді, өлімнен кейін бірден берілген. Ми ашық, бірақ әлі жұмыс істеп тұр, жұлын мен вагус жүйкесі сақталған. Ол қолдың бұлшық етін, байламдарын және жүйкелерін қосады. Электр тогын бергенде дене түйіліп қозғалады, тіпті күрсініп те қояды. Бірақ тәртіптік комитет мұны цирк нөмірі деп атайды және жиіркенішті нәрсе деп санайды. Олар өмірді Құдай беретінін және алатынын айтады. Виктор академиядан шығарылады. Алайда барлығын бақылап тұрған бір адам оған жақындайды. Ол өзін Генрих Харландер деп таныстырады, және жиені Елизавета Виктордың бауыры Уильямға үйленіп жатқанын айтады. Харландер Виктордан адамды қайта құрастырып, толық жаңа денені тірілте алатынына шынымен сенетінін сұрайды. Виктор иә дейді. Харландер 3 күннен кейін Уильям және Елизаветамен кездесетінін, сол күні оның тағдырын өзгертетінін, және оларға бірдеңе көрсететінін айтады. Бірнеше күн өткен соң Виктор Харландермен кездеседі. Ол оған жүйке, вена және артериялардың егжей-тегжейлі суреттері бар анатомиялық кестелерді көрсетеді. Сосын шынайы еттен жасалған 5-ші кестені көрсетеді. Ол ағашқа бекітілген, терісі сыдырылған мәйттен жасалған, шайырмен сақталған. Ол жүрек маңында көрсетеді. Харландер мұның емдеуге, регенерацияға және тіпті мәңгі өмірге әкелуі мүмкін екенін айтады. Виктор мүмкін деп келіседі. Харландер оған зерттеу үшін шексіз қолдау мен ресурстар ұсынады, бірақ өзінің мотивін ашпайды.
Сол кезде Уильям мен Елизавета келеді. Бауырлар ұзақ уақыттан кейін қайта қауышқандарына қуанады. Олар бірге тамақ ішеді, бірақ Елизавета Виктордың оғаш эксперименттерін ақымақтық деп атағанда жағдай шиеленіседі. Бірнеше күннен кейін Виктор бауырымен және Харландермен алыс жерге барады. Онда егістікті суару үшін салынған су сүзгі зауыты мұнарасы тұр. Викторға қажеттінің бәрі бар. Таза күміс найзағай сымы және өлім жазасына кесілген күшті денелер. Кейінірек көшедегі базарда ол Елизаветаны көріп, оны шіркеуге дейін қадағалайды. Ол оның мойындауға бара жатқанын көреді. Виктор мойындау бөлмесіне кіріп, діни қызметкер болып көрінеді. Елизавета күйеу жігіті, оның бауыры туралы жаман айтады. Ол барлығын манипуляциялайтын жиіркенішті адам дейді. Бірақ бұл әзіл болып шығады, өйткені Елизавета оны бұрыннан көрген. Мен некрофилия туралы мойындауым керек шығар дейді Виктор. Екеуі бірге тамақ ішуге барады, би билейді және жақсы уақыт өткізеді. Келесі күндері Виктор шеберханасын орнатады. Уильямға барлығын қадағалауды тапсырып, қалаға оралып, Елизаветамен кездесуді жалғастырады. Ол оған деген сезімін дамыта бастайды. Бір күні Харландер Викторға бір аптадан кейін жақын жерде шайқас болатынын, көп жаралы дене қалатынын айтады. Викторға барлығын дайындауға бір апта ғана уақыт бар, бұл оны үрейлендіреді. Бір күні Елизавета зертханаға келеді. Виктор оған сезімін мойындайды, бірақ Елизавета Уильямды таңдағанын айтып, қашып кетеді. Харландер айтқандай шайқас болады, қардың үстінде көп мәйіт жатады. Виктор жақсы сақталған, әсіресе биік, ұзын аяқ қолды және басы тұтас денелерді таңдайды. Ол оларды зертханаға апарады, бөлшектеп, таңдаулы бөліктерден жаңа денені құрастырады, қалғанын тастайды. Бір күні мұнарада екеуі жалғыз қалғанда Виктор Харландердің сифилиспен ауыратынын, оны емдеу үшін сынап ішетінін біледі. Міне, Харландердің зерттеуді қаржыландыру себебі өз миын жаңа мінсіз денеге көшіріп, ұзақ өмір сүргісі келеді. Бұны естіген Виктор қорқып, бас тартады. Мен өлімді жеңе аламын, бірақ сифилисті емдей алмаймын. Бұл үлкен жанжалға ұласады. Виктор мұнараның төбесіне шығып, найзағай сымын орнатады. Харландер оған қалағанның бәрін, тіпті Елизаветаны да беретінін ұсынады, бірақ Виктор бас тартады. Ұмтылған Харландер эксперимент үшін маңызды найзағай сымын алып кетеді. Виктор оны қайтаруға тырысады. Күресте Харландер шұңқырдан құлап кетеді. Виктор құтқарғысы келеді, бірақ қарт адам өледі. Виктор қорқады, бірақ денені жылжытып, найзағай сымын алады да құбыжықтың басына орнатады. Үлкен найзағай соғады, бірақ құбыжық тірілмейді. Виктор сәтсіздікке ұшырады деп ойлап ұйықтайды. Келесі күні Виктор таңғажайып дыбыстардан оянады. Алдында тірі құбыжықты көріп көзі үлкейеді. Бұл оны қуанышқа толтырады. Ол өзін таныстырады, құбыжықта оның атын қайталайды. Виктор құбыжықты жүруге үйретеді. Оның өте күшті екенін байқап, шынжырмен байлайды. Апталар өтеді. Құбыжық үлкен күш көрсетеді, бірақ тілі дамымайды. Виктор дегеннен басқа ештеңе айтпайды. Бір күні ол өзін ұстарамен кесіп алады. Виктор жараның лезде жазылып кеткенін көріп таңғалады. Уақыт өте келе ол құбыжықтың ақылсыздығына көңілі қалды, қателік жасағанын сезінеді. Бірнеше күннен кейін Уильям мен Елизавета мұнараға келеді, Харландер туралы сұрайды. Виктор ол бірнеше күннен кейін оралады деп айтып, қалыпты жүруге тырысады. Бауырлар бос жүргенде Елизавета жертөледен дыбыс естіп барып қарайды. Ол құбыжықты көріп таңғалады. Құбыжық та таңғалады, өйткені әйелді алғаш көруде. Елизавета бетін көрсетіп, нәзік қолдарын ұсынады, тыртықтарын тексереді. Кейінірек Елизавета Виктордан жертөледегі оғаш адам туралы сұрайды. Ол оған және Уильямға бұл өзінің жасаған құбыжығы екенін түсіндіреді. Құбыжық күшті және агрессивті, сондықтан барлығының қауіпсіздігі үшін шынжырда тұр дейді. Кешке Елизавета құбыжықтың қасына қайта келеді. Құбыжық оған жапырақ сыйлайды. Елизавета оның атын айтып қайталауды сұрайды. Құбыжық тек Елизавета кеткен соң ғана қайталайды. Виктор Елизаветаның тағы да құбыжыққа барғанына қызғаныш білдіреді. Оған жақындамау керектігін, ол ақылсыз екенін айтады. Елизавета оның рухы қарапайым адамдардан тазарақ деп санайды, көзіндегі ауруды көргенін, бұл ақылдың белгісі екенін айтады.
Кейінірек Виктор құбыжыққа барып, оған нәрселер үйретуге тырысады. Құбыжық жауап бермесе, Виктор әкесі өзіне істегендей оны қатты ұра бастайды. Ақырында құбыжық ашуланып, штанганы ұстап, Викторды қатты соғады. Бұл Викторды қорқытады. Ол Уильямға барып құбыжық өте қауіпті, Харландерді өлтіргенін айтады, мәйітті көрсетеді. Уильям шошып кетеді. Виктор Елизавета бұны білмесін деп, бауырынан оны алып кетуін өтінеді. Келесі күні Уильям Венаға жұмыс үшін шұғыл кету керектігін айтып, Елизаветаны алып кетеді. Олар кеткен соң Виктор бүкіл мұнараны жоюды шешеді. Ол жан-жағына бензин құяды, өртеуге дайындалады. Басқа жерде Елизавета Уильямға қорқынышты сезімде екенін айтып, арбаны қайтаруды өтінеді. Виктор мұнараны өртеп жібереді. Құбыжық көмек сұрап, «Виктор!» деп айқайлайды. Виктор сыртқа шығады, бірақ кенет кінә сезініп қайта кіреді. Есікті ашқанда оттың күші оны сыртқа лақтырып, аяғынан айырады. Сол сәтте Уильям мен Елизавета келеді. Мұнара жарылып, олар шошып кетеді. Сахна қазіргі уақытқа оралады. Виктор капитан Андерсонға өз тарихын аяқтайды. Сол кезде құбыжық ашуланып кіреді. Ол капитанды ұстап, ал өлтір дейді. Бұл Виктордың әңгімесін растайды. Құбыжық Виктор өзінің нұсқасын айтқанын түсініп, өз тарихын айтуды шешеді. Бәрімен отты көрген кезден басталды. Сахна өрт көрінісіне ауысады. Құбыжық Виктордың атын айқайлап көмек сұрайды, бірақ еш нәтиже жоқ. Ол шынжыр бекітілген темірді жұлып алады. Сосын су ағынымен сырғып түседі. Кейін жағада оянады. Орманға кіріп, өлген адамдардан киім киеді. Ол аңшыларға тап болады. Олар оқ атады, бірақ құбыжық жараларын лезде жазып алады. Кейін жақын фермаға келіп жасырынады. Ол ферма диірменнің механизмдерінің арасында паналайды. Бір отбасыны бақылайды. Көзі көрмейтін қарт адам оны қызықтырады. Қарт немересіне сабақ береді. Құбыжық оны бақылап, сөйлеуді баяу үйренеді. Ол сол отбасының бір бөлігі болғысы келеді. Сондықтан отын жинап қойларға қора жасап көмектеседі. Отбасы таң қалып, көрінбейтін игілікті орман рухы деп ойлайды. Құбыжық олардың көрінбейтін қорғаушысына айналады. Олар ризашылық ретінде оған киім мен нан қалдырады. Кейін отбасы қасқырларды аулауға тауға кетеді, қыстың соңында ғана оралады. Қарт кетуден бас тартып қалады. Отбасы кеткен соң құбыжық қарттың алдына шығады. Қарт оны қарсы алады, сөйлеуі қиын екенін байқайды. Қарт оны ұстап, диірмен механизмдерінде жасырынғанын сұрайды. Құбыжық «иә» дейді. Сол күннен бастап қарт пен құбыжық бірге өмір сүреді, тамақ, от және әңгіме бөліседі. Қарт оған жиі кітап оқып береді. Құбыжық та кітап алып, оқуды біртіндеп үйренеді. Бір уақыттан кейін құбыжық мұнараның қалдығына оралады. Виктордың дәптерінің бөліктерін табады. Өзінің нағыз адам емес екенін түсінеді. Сондай-ақ Виктордың мекен-жайы жазылған конверт пен Елизаветаның суреті бар тақтаны табады. Құбыжық фермасына оралады. Үйді бірнеше қасқыр басқанын көріп шошып кетеді. Ішке жүгіріп кіреді. Қасқырлар шабуылдайды, бірақ ол оларды оңай жеңіп қуып жібереді. Жаралы қартқа жақындайды. Соңғы сәттерінде қарт оны жақсы адам және дос деп атайды да қайтыс болады. Дәл сол кезде отбасы оралады. Үйде құбыжықты көріп шошып, оны қуады. Бірнеше рет оқ атып, құбыжықты қарға құлатады. Бірақ ол бірнеше күннен кейін оянады, жаралары жазылған. Өзін бұрынғыдан да жалғыз сезінеді. Сондықтан жасаушысына баруды шешеді. Сахна Виктордың Уильямның үйлену тойына дайындалып жатқан сәтіне ауысады. Ол Елизаветаның бөлмесіне келіп, мұнарадағы оқиға үшін кешірім сұрайды. Елизавета ашуланып, оны ұрып, қуып шығады. Сосын құбыжық сыйлаған жапырақты кітапқа салады. Басқа жерде Виктор үлкен көлеңкені байқап, құбыжыққа шығуын айтады. Құбыжық шығып, мәңгі осылай өмір сүре алмайтынын, серіктес керек екенін айтады. Виктор оны мазақ етеді, өзінің ақылдан адасқанын тастауы қиын болғанын, енді оны қайта азғырып тұрғанын айтады. Құбыжық оған өлмейтінінде, өмір сүре алмайтынын да ескертеді. Виктор мейірім танытпаса, құбыжық қатты ашуланып, Викторды жиһазға лақтырады.
Дауыс залдағылардың бәріне естіледі. Кейін Елизавета бөлмеге кіріп, құбыжықты көріп шошып, қуанышпен құшақтайды. Виктор мылтық алып құбыжықты атады, бірақ Елизавета жолда тұрып қалады, оқ оның басына тиеді. Сол кезде Уильям басқа адамдармен келеді. Виктор құбыжық шабуылдады дейді. Адамдар құбыжыққа шабуылдайды, бірақ ол оларды, соның ішінде Уильямды да оңай лақтырып тастайды. Уильям басымен жиһазға соғылып, ауыр жараланады. Құбыжық Елизаветаны алып кетеді. Виктор бауырының ауыр жараланғанын көріп кешірім сұрайды. Уильям Викторға нағыз құбыжық сенсің деп айтып қайтыс болады. Виктор қайғыдан мылтық алып, өз жасағанын жоюға аттанады. Құбыжық Елизаветаны үңгірге апарады. Елизавета оған әрқашан анықтай алмаған нәрсені іздегенін, оны құбыжықтан тапқанын айтады. Сосын қайтыс болады. Көп ұзамай Виктор үңгірге келіп, Елизаветаның мәйітін табады. Құбыжық шығып, егер Виктор оны өлтірмесе, бүгіннен бастап оның қожайыны болатынын мәлімдейді. Оны жаралап, қан ағызған соң құбыжық кетеді, артынан жасаушысы ереді. Сол күннен бастап Виктор құбыжықты қуып, оны өлтіруге бірнеше рет әрекет жасайды, бірақ ешқайсысы сәтті болмайды. Бірнеше айдан кейін олар Арктикаға жетеді. Виктор оны аяқтау үшін патрондар мен динамит әкелген. Түнде лагерь құрады. Құбыжық келіп, оны қармен сүйрейді, шамды құлатып, шатырды өртеп жібереді. Сосын пышақтап, оның жарылыс заттарын әкелгенін көреді. Құбыжық өлімнен қорықпайды, патронды өзі тұтатып, бұл жолы өлетініне үміттенеді. Викторға қашуды айтады. Виктор қашқанда патрон жарылады. Бірақ құбыжық әлі тірі. Күйген терісі қайта регенерацияланады. Виктор ауыр жағдайда. Сол кезде кеме экипажы оны табады. Сахна қазіргі уақытқа оралады. Құбыжық капитанға шатырдың сыртындағы қан өзінікі екенін, ол қан ағып, азап шегетінін, бірақ ешқашан аяқталмайтынын айтады. Осы сәтте Виктор өзінің істегендеріне өкінеді. Құбыжықтың қолын ұстап кешірім сұрайды. Қолын оның үстіне қойып, ұлым деп атайды, кешірім өтінеді. Құбыжық та өкінеді, кешірімді қабылдап, оны әке деп атайды. Көп ұзамай Виктор жарақаттарынан қайтыс болады. Құбыжық оның маңдайынан сүйіп, жылайды. Мұны көрген капитан Андерсон қатты толқиды. Ол адамдарына құбыжықты босатуға бұйрық береді. Құбыжық кемеден түседі, бірақ кетер алдында үлкен күшімен кемені итеріп, мұздан босатып жібереді. Бұл барлығын қуантады. Капитан үйге қайтатындықтарын жариялайды, бүкіл экипаж қол шапалақтайды. Фильм құбыжықтың жүріп кетуімен аяқталады.